Құрметті оқушылар, ата-аналар, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты биылғы 2019-20 оқу жылының аяқталуы онлайн түрінде өтіп отыр. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Алдағы демалысымызды жақсы, көңілді, шығармашылықты табысты өткізулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Биылғы жас түлектерге сәт сапар тілей отырып, үлкен өмір жолында өз жолдарын табуларына тілектеспін. Сыңғырла соңғы қоңырау. Құрметті ата-аналар, оқушылар және ұстаздар, сіздерді 2019-2020 оқу жылының аяқталуымен және соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Сіздерді 2019-2020 оқу жылының аяқталу туралы бұйрықпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Төтенше жағдай туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы заңының 12-1 бабы 2 тармағының 2 бөлігіне әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы 2020 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан Республикасы президенті жарлығының 1 тармағының 4 тармақшасына және төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссиясының 20 жылғы 3 сәуірдегі номер 9 хаттамасының 4-1 тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 20 жылдың 4 мамырындағы 2019-2020 оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 20 жылғы 3 сәуірдегі номер 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы номер 177 бұйрық негізінде Алматы облысы білім басқармасының 20 жылғы 5 мамырдағы орта білім беру ұйымдарында 2019-2020 оқу жылын аяқтау туралы номер 216 Н бұйрыққа сәйкес бұйырамын. Орта білім беру ұйымдарында оқу жылын 2020 жылғы 25 мамырда аяқталсын. Қорытынды аттестаттауды 9 және 11 сыныптардың білім алушылары тапсырмайды. Аттестат ағымдағы оқу жылының жылдық бағалары негізінде беріледі. Орта білім беру ұйымдары 2019-2020 оқу жылын Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 20 жылдың 4 мамырындағы номер 177 бұйрығының талаптарына, білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 8 жылдың 18 наурызындағы номер 125 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі, орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларына сәйкес аяқтауды қамтамасыз етсін. Қайырлы күн, ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты шәкірттер. Барлықтарыңызды 2019-2020 оқу жылының аяқталуымен және соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесінде төзімділік пен сабырлық танытып, өздеріңізді жан-жақты көрсетіп, бала, шәкірт тәрбиелеудегі еңбектеріңіз үшін шексіз алғысымды білдіремін. Отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге толағай табыс, шәкірттерімізге терең білім мен жарқын болашақ тілеймін.